Маған бұл ойын қатты ұнамады. Бұл жерде Решфордты мақтау керек. Бұл жерде екі-үш-ақ ойыншыны мақтағым келеді бұл жерде. Самменен шығып болсын командасына көмектесу керек еді. Берналю жас бала болып. Мартин енді сәл шатасады ғой, енді бәрібір де. Белингемге не болған білмеймін. Ассалаумағалейкум армысыздар, сіздер Ерасыл Сейтханов арнасындасыздар. Бүгін 11 тамыз Эл Классико бітті, есеп 2-0 Барселонаны жеңісімен, жалпы Ла Лиганың жеңісімен құттықтаймыз. Матч 2-0 есебімен бітті. Ойын қалай болды саған, ұнап отыр ма? Маған бұл ойын қатты ұнамады. Өйткені бұл ойында көп бәсекелестік болды бұл ойынның басында. Бірақ мен күткен ойынның қарқыны болмады бұл ойында. Енді проблемалар көп болды енді. Ақырындап енді құрамалардан бастауға болады. Бұл матч Барселона қаласында Камп Ноуда өтті. Камп Ноу керемет, әдемі. Стадион атмосферасы әдемі болды. Фанаттар өте мықты. Фанаттар мықты дайындалып келген. Керемет енді. Винисиус топ ұстаған кезде ысқырып, Арнольдқа да ысқырып керемет. Әрбір угловойда Арнольдқа ысқырып. Күшті болды. Негізі атмосфера ұнады, матчтың енді қарқыны қатты мықты емес. Состав Барселонадан бастап, қақпада Жоан Гарсия, Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин, Жоу Кансело, бұл защитада бізде Гави, Педри, Решфорд, атакада Решфорд, Ольмо, Лопес, атакада центральный нападающий Ферран Торрес болған болатын. Барселонадан осындай состав күтілді негізі. Күтілді дегенде бұл жерде тағы бір-екі өзгеріс болуы мүмкін еді. Мысалға, қаптал қорғанысында Эрик Гарсияның орнына мен Кунде шығып, Эрик Гарсия Гавидің орнына опорный полузащитада шығады деп ойлағанмын. Бірақ Флик Эрик Гарсияға әр составта қазір орын тауып беріп жатыр. Қандай ойын болмасын, Эрик Гарсия қазір бастапқы құрамда шығып жүр. Мен сол таңғалдырды. Сосын мына жерде бізде Гави, мына жерде Барсаға лайықты ойын ойнады, өзінің жанын беріп барады. Гавидің шыққаны тоже кішкене қызық болды. Ферран Торрес әдемі форманы алды. Ферран жақсы ойнап жатыр. Торрестің формасын алды. Гавидің орнына Гавиға мүмкіндік берілді, бірақ менің ойымша Де Йонг шыққанда жақсырақ болады. Бастап шығу керек еді. Сосын бұл жерде сол Рафиня мен Ямалдың шықпаған ойнап кетті кішкене. Ферми Лопестен болады енді. Енді көрсете алғанын көрсетті, ойынын жасады. Негізі қазір Рафияның орын басталатын, Рафияның саңында тек осы Лопес қана. Лопес Рафия сияқты жүгіріп бере алады, Рафия сияқты прессинг жасап бере алады. Тек сәл-пәл Лопестің завершение жетпей қалады. Абылай барлық жағынан жақсы. Сосын Решфордты мақтау керек бұл жерде. Решфорд молодец, иә. Жақсы форма, Ямалды жоқтатпады бұл жерде. Ямалдай ойын бере алмаса да, Ямалдың орнын жоқтатпады. Мына жердегі өзінің голы әдемі, штрафнойдан әдемі ұрып кетті. Енді жалғастыру үшін біз Реалдың составын айтайық енді. Қақпада Куртуа оралды. Сол жақта Фран Гарсия, қызық болды меніңше. Карьерасы ойнай ма дедім, карьерасы шығамайды екен. Қорғаныста тағы бір жаңалық болды. Басында Рюдигер шығып, жанында Хейсен болып еді. Хейсен жаттығу барысында жарақат алған кездерінен бізде Рауль Асенсио шыққан екен. Бірақ Рауль Асенсио да жаман емес, орташа ойын көрсетіп берді. Жаман деп айтуға келмейді. Сосын оң жақ қорғаушы бізде Трент Александр-Арнольд, 2-3 жақтағы қорғаушылар бізде Чуамини, Белингем, Камавинга. Атакада Винисиус, Гонсало Гарсия, оң жақта Брахим Диас. Енді мен Реал Мадридте енді екі-үш-ақ ойыншыны мақтағым келеді бұл жерде. Қақпада Куртуа, енді Решфордтың голды енді шынымен де қиын болды ұстау. Негізі Куртуаға жақсы, мен рахмет айтамын, өте жақсы ойынды алып шықты. Сосын Арнольд енді Лопес жіберіп алған кездері болды, бірақ пасты күшті береді, өте жақсы ойнады. Арнольд атакада жақсы ойнап берді. Қорғанысты енді Асенсио кішкене терлеп жүрді оның орнына. Сосын Гарсия Винисиустың жұмысын істеп жүр. Винисиус істеу керек нәрсені Винисиустың орнына Фран Гарсия істеп беріп жүрді. Атакада да, защитада да. Енді Решфордқа кішкене қарсыласып жүрді. Сосын Камавинганы мақтағым келеді. Камавингада енді топтан көп айырылады, бірақ сонда да енді топты кішкене жүргізіп алғанша жүргізіп, Вальверде жоқ па енді сонда да бір Вальверденің бір шаңына ілесе алғандай болды. Сосын Брахим Диас ойнау керек бұл жерде жақсы ойнады. Енді Канселодан бірнеше рет алдап өтіп кеткен жерлері болды. Енді қалғандарына енді көңілім толмайды. Бірақ Винисиус өзінің ойынын көрсете алмады. Өте нашар ойын. Бірақ удар жасады.
көп рет топтан айырылып қалды, өзінің ойынын көрсете алмады Винисиус бұл ойында. Мен Винисиусты ойлағам Эрик Гарсияны. Эрик Гарсияның скоры жоқ, сол жақтан көп атака болады, Винисиус көшбасшы болып атаканың бәрін, шабуылдың бәрін бастайды деп ойласам, Винисиус керісінше осы ойын мүлде көрінбеді. Винисиустың өткен жерлері болды, бірақ ол чисто пас бергеннен да, біреу пас берген кезде Винисиус жүгіріп кетпесе, өзі алдап өте алмайды, бір рет өте. Эрик Гарсия жақсы ұстап Эрик Гарсия енді позициясын жоғалтып алғанның өзінде Кубарси артын жауып жүрді. Енді Барсаға мен мақтаймын, енді бұл жерде өте жақсы құрамдар, өзінің позициялық ойын, енді поляда өзін беріп ойнады әр ойыншы. Енді Реал Мадрид азап салбырап, мотивация жоқ болды уже дегендей. Иә, Реал Мадрид осы сезон тез бітсе екен деп, осы ойынға сондай мақсатпен шыққан сияқты, тез бітіріп, тез қайтайық деген оймен. Содан кейін бізде Реал Мадридте енді шабуылдарда бір жаңалық жоқ, бір креатив жоқ, бір ойластырған кезде Гонсало Гарсия топты тоқтатқанымен бір момент болды, 1-1 шыққан кезде, 1-1 шыққан кезде Жоан Гарсия да кесіктеу жүрді бұл жерде. Винисиуста да бір өте ақымақ бір моменттерін пайдалана алмайды. Винисиус бір рет ударлады, бірақ тура Жоанның қолынан ударлады. Ол жерде де жақсы мүмкіндік болып еді, бірақ дұрыс ударлай. Енді голдарға келетін болсақ, Решфорд енді штрафнойдан тепкен кезде ол жерде штрафной жасаған Рюдигер. Рюдигердің нәрсе. Рюдигер аяғын дұрыс қоймады, кім еді ол жерде? Жүгіріп Торрес жүгіріп бара жатқан кезде Камавинга кішкене қарсыласты, Рюдигер прям аяғын қойып қалды. Содан кейін Рюдигер де білді енді ол жерде басқа мүмкіндік жоқ екенін үлгермей қалды. Үлгермесе ар жақта Торрес 1-1 шығып кететін еді Куртуамен. Сосын енді бұл жерде Решфорд бұрыннан енді стандарттарды жақсы тебеді, бірақ андай оң жаққа қолдан оң аяқпен алыс бұрышқа тебеді деп ешкім ойламаған. Куртуаға да ыңғайсыз келді. Стенканың артынан уже доп асқаннан кейін бірақ көріп үлгерді доптың ұшқанын. Енді мына жақта ұстау қиын болды, өте әдемі кірді. Екінші голда Ольмоның шеберлік. Рюдигер енді ана жерде ештеңе істей алмай қалды. Рюдигер ұстау керек еді сол допты. Итеріп болсын баспен шығару керек еді. Сосын ана жерде Торресті Асенсио жабу керек еді, ол вообще айталады. Сол жермен нервқа тиді. Ол жерде әдемі комбинационный игра кетті. Мысалы, Ферминға бірінші жеткен доп қалай жетті? Фермин жай мягко көтеріп берді мысалы Ольмоға. Ольмо бір касаниямен Торрестің тура аяғына қойып кетті. Енді ондай жерде қандай шабуылшы болса да, қандай қақпашы тұрса да менің ойымша гол кіру керек. Және Торрес өзінің миссиясын орындады, голын соқты. Және Торресті бір мақтайтыным, бірінші прессингті жақсы жасайды. Левандовски ойнаса, Левандовски уже қартайған, тез шаршап қалады. Торрес осы жағынан мықты, прессинг бастап бере алады, прессинг жасап бере алады. Сол жағынан Торрес жақсырақ. Енді матчтың үздік ойыншысы Педри болды. Педри лайықты. Педри сөзсіз лайықты, өте жақсы. Ортаны шайқап да қайтады, алдыға да шабуылға да креатив қосады. Ферминге күшті переводтар жасап отырды. Алаң ортасынан жақсы қиып пастар беріп отырды. Жақсы Педри қатты ұнады маған. Бұл жерде Беллингем бұл жерде қарсыласа алмады. Беллингем задачасы не дегенмен Педриге қарсы болды деген. Беллингем бұл жерде білмеймін, топтан көп айырылып жүрді. Бұл жерде фолдар көп болды бұл матчта. Енді сары қағаздар ерегескен үшін болғанымен фолдар негізі өте көп болды. Фол көп болды. Қандай фолдар ғой, көп көрінбейтін, бірақ ойынға әсер ететін. Енді бұл жердегі заменаларды айтатын болсақ, ойыннан ауысып шыққан Барселонада Дани Ольмоның орнына Френки де Йонг, Маркус Решфордтың орнына Рафиня. Енді Рафиня бұл жерде мақтағым келіп тұр. Енді жарақаттан жаңа шыққан деп айта алмайсың. Өзінің деңгейіне енді бір матч ойнаса толықтай өз деңгейіне қайта жете алады да. Жарақатынан толық айыққан, жарақаттан шықты деп айта алмайсың, өте жақсы ойнады. Прессингтер Рафиняның ең басты несі оружиесі деп алсақ та ол прессинг қой. Мысалы қарасаңыздар, бүткіл ойында барлық жерде прессинг жасайды ол. Доптан алыс тұрма, допқа жақын тұрма қарамайды. Прессинг. Соның арқасында Рафиня үздік ойыншы. Сосын Ферран Торрестің орнына Левандовски 77-ші минутта, сосын ең соңында Фермин Лопестің орнына Алехандро Вальде. Реал Мадридте 3 ақ замена істеген екен, онсыз да енді замена істейтіндей ойыншылар жоқ, көп ойыншылар травмада, келгісі келмеген ойыншылар болды десем болады. Питер Камавинганың орнына, Гонсало Гарсияның орнына Сезар Паласиос, Массантоны Брайм Диаздың орнына. Бұл жерде Брайм Диаз бен Камавинганы ауыстырғанына кішкене көңілім толмады. Екеуді ойнап жатқан ойыншыларды ауыстырды. Оның орнына Чуамени деген, может, Рюдигерді ауыстыру керек пе еді, Винисиусты ауыстыру керек пе еді деп ойлап қалдым. Енді Сезар Паласиос негізі жартылай қорғаушы. Енді бірақ
нападающийге мүлдем бір вариант болмағандықтан Паласиосты амал жоқтан шығарды. Негізінен ауыстыратындай варианттар болмады. Травмаларға келетін болсақ, Вальверде енді ауыр жағдайлар болды, енді өздеріңіз де біліп жатсыздар. Жарақат екен, иә. Арда Гюлер Баварияға қарсы ойында сан жарақаты дейді. Карвахаль бұрыннан бері жарақат. Себальостың шықпағанына көп болып кетті, оны еске алудың қажеті жоқ. Ферламенди енді қайтадан баяғы жартас, сол жартас. Мбаппе не болғанын білмеймін енді. Ойнауға болар еді негізі, білмедім енді. Замменнен шығып болсын командасына көмектесу керек еді Мбаппе. Арты шу болып кетті ғой Мбаппенің. Беллингеммен төбелесті деп айтып жатады. Кеше рестораннан көріп қалған екен кейбір фанаттар. Эдер Милитао қайтадан жарақат. Сосын Родриго бұрыннан жарақат. Бірақ ондайларды алсақ, Барсада да ондай нелер көп. Мысалы, Барсада да заменнен шығатын игроктар өте аз. Рафиня деп аламыз, бірақ Рафиня енді жарақаттан айыққан ойынша, оны да дұрыстап ала алмаймыз. Басқа кім бар? Де Йонг қана жоқ. Мысалы, Бернальо жас бала, ол ойынға усиление қатты бере алмайды. Касадо ол ондай игрок емес, уж Касадо кетеді. Күнде шықпады уже. Күнде шықпады. Енді Күнденің осы сезондағы ойынын айта кетсек, Күнде өте нашар осы сезон. Күнденің осы сезондағы ойынын алдыңғы сезондағы ойынмен қарасақ, осы сезонда өте төмен. Күндеден мен осы сезонда бұндай ойын күтпедім. Бұдан жақсы болады деп ойладым. Бірақ Кансело келіп, Кансело кішкене болсын командаға усиление беріп, команданы көтеріп кетті. Ал былай Барсада заменнен шығатын игроктар өте аз. Сосын енді Араухоның формасы нашар, енді толық ойнап бере алмайды ойында. Сосын енді шынымен де ауыстыратын адам жоқ. Ямал жарақат алып қалған, Педро дейді. Сосын Кристенсен бұрыннан бері ойнамайды, біраз олдан жарақат. Кристенсен негізі осы ойынға соңғы жаңалықтарға қарасақ, осы ойынға қатты дайындалған, тоқтамай дайындалып, тіпті осы ойын шыққысы келген. 10 минутқа болсын, 15 минутқа болсын, бірақ тренерлік штаб, медициналық штаб оның алдағы денсаулығына қарап, келесі ойындарға қалдырды. Менің ойымша Кристенсен келесі ойында уақыт алады, келесі ойында ойнайды. Енді жалпы енді матч жайлы айтатын болсақ, төмен болды бұл Эл Классикоға, енді жараспайтын ойын негізі. Фанаттардың көңілінен шықпады, Реал Мадрид қарсылық көрсетпеді. Енді Барса жайлап, енді Реал жай болып жатқандықтан оларды қатты қырсынған жоқ, 2-0 есеп болғаннан кейін. Бұл жерде енді Жуан Гарсияның аяқпен ойнайтын маған қатты ұнады. Пастарды жақсы береді. Бастапқы енді бірінші таймда 20 минутта шешіп тастады. 20 минутта 2 гол соққан соң Барсада бірінші таймда осымен жабайық деп ары қарай жай ойын кетті. Бірақ екінші таймда Барселона ұтып жатқан команда емес, ұтылып жатқан команда сияқты шықты да. Прессинг, артынан шабуыл, керісінше Реал ұтып жатқандай. Реал автобус сияқты жатып алса да, Барса ұтып атса да, қайта прессинг жасап, қайта атака жасап, шабуыл жасап, тағы да гол соққысы келді. Бірақ сонда да 2 гол жетеді деген оймен ойнаған секілді. Енді аяқта Барселонаның қорғаушыларында мін жоқ, енді Эрик Гарсия, Кубарси, Мартин, Кансело төрттігі. Бұл жерде Кансело атакаға шабуылға жақсы араласып жүрді, ол ұнайды маған бұрыннан ойыны. Кубарси мен Мартин екеуі екі қамал. Мартин енді сәл шатқысады ғой, енді бәрібір де. Бірақ сонда да өте жақсы уровень көрсетіп отырды. Жалпы Барселонаның ойын жаман емес. Барселонаның қорғанысы да сондаймен ерекше ғой. Олар көбінесе жоғары орналасқан үшін қорғаушылардан көп қателік кетеді, көбінесе жете алмай қалады. Бірақ сонда да бірақ атакасы жақсы Барселонаның. Көп гол соғады, бірақ көп гол жібереді. Сол жер жаман. Енді Реалда енді бұл құрам жағы қиын болды, құрам шығару жағынан. Сол жақта Фран Гарсия енді бәрібір де бір теңге жетіспейді ғой, бірдеңе жетіспейді бәрібір де. Чуамениге енді Вальвердемен бірге ойнаушы еді, не болды білмедім. Бұл жайлы енді бөлек видео түсіру керек, Реал Мадридтің жағдайы жайлы. Камавинга ұнады маған негізі ойынды жүргізді, енді осы сәтте жауапкершілікті ала білді деп ойлаймын. Орталық қорғаныста, жартылай қорғаныста. Беллингемге не болған білмеймін. Бірге ойнайтын ойыншылар жетіспеді ма бәлкім. Күйлер жетіспеді, Брайм Диазда енді. Шынымен де Чемпиондар лигасында шығып жүрген құрам мына жақта жоқ та. Бірге ойнайтын ойыншылар жоқ. Бір тактика жағынан ештеңе бір нәрсе жетіспеді, түк жетіспеді. Шынымен де Винисиус бұл жерде жауапкершілік алу керек ойын болған еді. Соққылары өте нашар, тебу керек жерде теппейді, пастары қисық. Винисиусқа енді қатты ренжідім. Ойыны нашар. Гансало Гарсияның бары болса,
бірақ енді стол болып бір нәрселер ұйымдастырып көргісі келді. Бәрібір де енді нашар ойын. Жалпы ойын бар ұсқыны кескіні болса. Реал Мадрид өздері ойнап бере алғанша ойнады. Оларда қазір жақсы тренер де жоқ. Ойында қойып бере алмай жатыр Arbeloa. Андай құрамға ойын қою да қиын негізі. Сонда да қиын ойын болды енді Реал Мадридқа. Керісінше Реал Мадрид қуану керек деп ойлаймын 2-0 ұтылғанына. Бұл жерде одан егер Куртуа болмағанда, бұл жерде одан да үлкен нелер болатын счеттар. Мысалы, Решфорд бірге бір шығып кеткен 2 момент болды. Тағы да Левандовскийдің соққысы бар. Мысалы, ана жерде Ферминға пас бергенде, Фермин қадайтын еді ана жерде. Левандовский да өзімшіл болып кетті ма, сол жерде соғам деп қалды. Сосын бір рет штрафнойдан бір гол соғып кетті Реал Мадрид 55-ші минутта. Беллингем бір теуіп еді, тоже офсайд екен. Шынымен де Барселона бүткіл защитниктер уже көтеріліп, контратакаға шығуға дайындалып отқан кезде бір пас шыға келді. Беллингем соққанмен офсайдта қалып қалған екен. Енді екі команда үшін де сезон аяқталды. Енді Барселонада енді өкініш жоқ деп ойлаймын. Барселонада сезон аяқталды дегенде менің ойымша аяқталмады. Өйткені Флик кезінде жасап кеткен Пеп Гвардиола мен Жозе Моуриньоның деңгейін қайталағысы келіп тұр. Ол бір сезонда, бір маусымда 100 ұпай деген. Соған жетіп келеді. Алдағы 3 ойынды жеңсе, Барса бір маусымда 100 ұпай жинап, Флик неге кіреді? Мықты тренерлердің арасына десек те болады. Реал Мадридте енді мотивация жоқ. Келесі сезонды күтеміз, асыға күтеміз. Не өзгереді екен, қандай бапкер келеді екен, бұл жайлы енді бөлек айта кетеміз. Енді алдағы 2 ойын қалды, 3 ойын қалды. 3 ойында енді жастарға көңіл бөлу керек. Мастануоно, Паласиос, Питерс сияқты ойыншыларға уақыт беру керек. Хименес деген сияқты қорғаушылар, защитниктер бар ғой. Соларды ойнатып, енді сезонды соңғы 3 ойында абыроймен аяқтап, сезонды қорытындылай беруге болады енді. Жалпы айтатын нәрселер осы. Осымен ойынды қорытындылайық. Сенің ойыңша ойындағы MVP кім алды деп ойлайсың? Педри лайықты ма? Педри дегенде мен бәлкім Решфордқа беретін бедім деп ойлаймын да. Бәрібір де мықты болды ғой өз флангында. Педри енді көзге көрінбейтін жұмыс қой. Әрқашан сөйтіп айтамыз ғой, көзге көрінбейтін жұмыс. Енді мен шынымен де жанкүйерлік көзқараспен қарағандықтан Педриге қатты көңіл бөлмеген шығар. Меніңше енді Педри де негізі лайықты болды. Решфордты алуға лайық болар ма еді, ол да таласа алар ма еді деп айта аламын мен. Решфорд жақсы ойнады, бірақ бір-екі моментте ол дұрыс пайдаланылмады. Мысалы, Куртуаның қолына тепкен жер, оның өзі дұрыс емес деп саналады. Сол жерлерді жақсы істегенде Решфорд алып кететін еді, бірақ Педри қанша айтсақ та ол көзге көрінбейтін жұмыстың бәрін Педри істейді. Ортаны ұстап беретін Педри, атакаға шығарып беретін Педри. Бүткіл ортаны осы ойында Педри ұстап берді. Менің ойымша Педри лайықты MVP игрокты алды. Педри Реал Мадридте енді жақсы ойнаған деп мен Брайм Диаз айтатын шығармын, тек қана Брайм Диаз. Мен Фран Гарсияны айтамын. Фран Гарсия жақсы ұстап берді. Жақсы ойын көрсетті. Енді болады Винисиустың орнын жауып бір Винисиус істеу керек нәрсені істемей жүрді. Енді бұл жайлы наразымын қатты. Жайлы бөлек видео арнайым, болашақта видеода болады. Жалпы маусым тәмам, La Liga бітті деп айтсақ болады. Кубогын көтерді. Енді Флик жайлы айта кетейік, енді ауыр жағдайлар болған екен отбасында. Қайғыра көңіл айтамыз каналдың атынан. Таңертең Фликтің әкесі дүниеден өтті деген хабарлама шықты. Және де Флик өзі естіп, оны басында командаға айтқысы келмеген. Командадағы атмосфераны құртам деп ойлаған. Бірақ сонда да өзі командаға айтып, команданы қолдап, негізі осы ойында Флик келмесе де ешкім ренжімейтін еді. Бірақ сонда да Флик команда үшін келіп, команданы басқарып, ойында ұтқанын бәрін көрсетіп, бәрін істеді. Флик молодец, жақсы бапкер. Осымен бар болғаны осы, маусым бітті, есеп 2-0, қызықты матч болды. Енді осы видеоның соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Матч жайлы өз пікірлеріңізді комментарийға жазып отырыңыздар. Ендеше мен жанымда болған Ануар, қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рафия!